Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгінгі менің бейнеролигім қазіргі Қытайдың ықпалында қалған жерлерді мекендеген қазақтардың азаттығы үшін басын бәйгеге тіккен керемет батыр, әділ би, көреген саясаткер Бөке Жарылғанұлына арналады. Өкінішке орай, қазіргі Қазақстан тарихында біз Шығыс Түркістан жерін мекендеген қазақ ағайынды Қытай қазақтары деп бөліп отырмыз. Алайда осы Қытай қазақтары деген өтірік, жалған ұғымды насихаттап, пайдаланып жүргендерге келесі нәрсені білген абзал. Біріншіден, күллі дүние жүзінде бір ғана қазақ халқы бар, және қазақтар Қытай қазақтары, Моңғол қазақтары, ауған қазақтары деп бөлінбейді. Екіншіден, сол Шығыс Түркістанның территориясы қазіргі таңда Қытай аумағында болса да, негізінен түркі халықтары, соның ішінде қазақ халқының да тарихи иелігі екенін ұмытпау керек. Үшіншіден, басқа елдердің территориясында қазақтың тағдыры да жалпы қазақ тарихының бір бөлігі екенін білуіміз керек. Яғни, сол Шығыс Түркістанда қазақтың мүддесін қорғап жүрген батырлар да негізінен қазақтың батыры болып саналады. Ендеше қазақтың намыс үшін атқа қонған Бөке батыр да қазақ тарихында өзінің орнын алуы керек. Сонымен Бөке батыр дегеніміз кім? Бөке Жарылғанұлы 1844 жылы Алтайдағы Шіңгіл өзенінің бойында дүниеге келді. Шыққан тегі Керейдің ішіндегі Абақ Керей. Жастайынан ат жалын мықтап ұстаған Бөке елдің арасында мықты палуан, керемет шабандоз ретінде танылады. Және де Бөке өте намысшыл жігіт болып өседі. Сондықтан болар Алтайдың жерінен қазақты қуып шығуға тырысқан Қалмақтың сұлтаны Саруанға қарсы көтеріліс басталғанда, қазақтың намысшыл жігіттері Бөкені өздерінің басшысы ретінде жариялайды. Және де Бөке ел үмітін ақтап, үлкен қолдың басында Саруанның ауылын шайқап жібереді. Тек дер кезінде ғана келіп үлгерген Қытай әскері Бөкенің жігіттерін тоқтатады. Осы ерлігі үшін қазақ халқы Бөкені батыр деп құрметтейді. Алайда аз уақыттан кейін Бөке батыр Алтайдан ауып, Шонжы Үрімжі өңіріне қарай кетуге мәжбүр болады. Себебі жергілікті Қытай биліктерінің жағына кейбір сатқын қазақтың би төрелері де ауысып кетіп, батырға жан-жақты қысым күшейеді. Бірақ Шонжы Үрімжі өңірінде де Бөке батыр тыныш отырмады. Өйткені 1880 жылдан бастап Қытай әскері түрлі сылтау тауып, қазақ ауылдарына деген қысымын арттырып жатқан кезет. Бұл жағдай әрине намысшыл қазақтың жігіттеріне ұнамай, олар атқа қонады. Сол кезде тарихи сахнаға Бөке батыр қайта шықты. Жастайынан зорлық зомбылықты жақтырмаған Бөке батыр қазақтың қолын бастап Қытай әскеріне бірнеше жойқын соққы береді. Ақыры Бөке батырдың сарбаздарын жеңе алмаған Қытай билігі Бөке батырды 1883 жылы Шонжы қаласына әкім етіп тағайындайды. Осы арқылы Қытай батырды сатып алуды көздеген еді. Бірақ жаудың ойлағаны жүзеге аспай, керісінше ресми билікке қол жеткізген Бөке батыр қазаққа одан әрі қолғанат көрсетіп, Қытай әскерінің озбырлығына қарсы тұрады. 1886 жылы Бөке батырдың ықпалына Еренқабырға, Боғда жерлерін мекендеген қалың Найман рулары да өтіп, Бөке батыр енді Шонжы Үрімжі өңіріндегі ең мықты адамға айнала бастайды. Қытай, Мәнжүр, Моңғол билеушілерінен зәбір көрген қазақтар жан-жақтан көшіп келіп, Бөке батырды паналайды. Әрине мұндай жағдай Қытай билігінде алаңдаушылық туғызып, енді қытайлар Бөке батырдың көзін құрту амалдарын іздейді. Сәл уақыттан кейін сылтау да табылады. Қытай билігінің өкілі болып отырған Бөке батырға Қытай үкіметінің байланыс бекеттерін күш-көлікпен қанымдау бұйырылады. Алайда Бөке батыр бұл тапсырманы орындамақ тұрмақ, тіпті осы бекіністерді жергілікті қазаққа қайтарып беруді талап етеді. Батырдың бұл әрекеті сол кезде тек Қытайға ғана емес, ұйғыр моңғол басшыларына да ұнамай, олар өз тарапынан Бөке жеке қазақ хандығын құруды жоспарлап жатыр деген шағымды Пекинге жібереді. Ақыры Бөке батырдың үстінен іс қозғалып, оны алдап қолға түсірген Қытай билігі батырды абақтыға қамайды. Бірақ Бөке батыр абақтыда көп жатпайды. Амалын тауып, ретін түсірген Бөке батыр 4 ай уақыттан кейін осы абақтыдан шығады. Алайда туған еліне жету үшін Бөке батыр Қытай билігін алдауға тырысты. Түрмеден шыққан Бөке батыр Пекинге барам деп аттанып кетеді. Бірақ Пекинге емес, орта жолда қашып кетіп, Үрімжіге жетіп, сол жақтағы қазақ сарбаздарына қайтадан басшылық етеді.
Алғашында Бөкей батырдың жігіттері бір шама жетістіктерге қол жеткізіп, өздеріне қарсы жіберілген Қытай әскеріне тойтарыс береді. Бірақ саны жағынан өте көп болған Қытай әскерін жеңе алмайтынын түсінген Бөкей батыр артынан ерген қазақты аман қалу үшін Үрімжіден көшу керек деп шешеді. Сөйтіп 1898 жылы Бөкей батыр 1,5 мың қазақ шаңырағын бастап Алтайдан Тибетке қарай бет алады. Себебі Тибет арқылы әрі қарай мұсылмандар билеп отырған Кашмир жерін көздеген еді. Бөкей батырдың бұл шешімі қазақ тарихындағы үлкен маңызы бар. Біріншіден, бұған дейін қазақ халқы ешқашан Шығыс Түркістаннан көшу дегенді айтпаған еді. Екіншіден, Тибет арқылы Үндістанға кету мақсатын тура өсіп Бөкей батыр алғаш болып таңдаған еді. Кейін Елісхан, Зайып Тәжі және басқалар бастаған қазақ көші осы Бөкей батыр көрсеткен жолды қайталады. Әрине Қытай билігі Бөкей батыр бастаған көшті тоқтатуға тырысты. Ол үшін арнайы Үрімжіден 500 мұздай қаруланған әскер Бөкей батырдың ізіне түседі. 1902 жылы Қытай әскері мен Бөкей батыр бастаған қазақ сарбаздарының арасында үлкен шайқас болды. Бөкей батырдың қолбасшылық таланты мен қазақ жігіттерінің батырлығының арқасында Қытай әскерінің 300-ден астамы жер жастанды. Бірақ Бөкей батыр жасағынан да 30-дай сарбаз, оның ішінде батырдың туған інісі Шөкеде шейіт болды. Осы жеңілістен кейін Қытай әскері Бөкей батырға қарсы ашық соғысуға жүрексініп қалып, енді көшіп бара жатқан қазақтарға Тибеттің жабай тайпаларын айтақтауға кіріседі. Алайда Қытайдың бұл оңбаған саясаты да нәтиже бермей, қазақтың батыл жігіттері тибеттіктерді де жеңіп отырды. Сол кезде қазақ көшінің дүние мүлкіне көз салған Тибет көсемдері опасыздық әрекетке көшеді. Шамамен 1904 жылы Тибеттің Лхаса жерінің көсемдері бітімгерлікке келейік деген сылтаумен Бөкей батырды қонаққа шақырады. Алайда шын мәнінде осы қонағасы кезінде Бөкей батырға у беріліп, ол ауылына келгеннен кейін қайтыс болады. Туған халқы Бөкей батырды алдында ғана қаза тапқан інісі Шөкенің қасына Тибеттің есек батқан деп аталатын мекеніне арулап жерлейді. Осы кезде жақын арада жасырынып отырған Қытай әскері Бөкей қайтыс болды дегенде ести салсымен қайғы жамылып отырған қазаққа бас салады. Қарсы шыққанын шабат, қатын бала шағасын алдына салып, қайтадан Қытайға айдап әкетеді. Сонымен қатар өлген Бөкей батырдан да Қытай әскері кек алуға тырысты. Бөкей батырды көрден суырып алып, өлген мәйіттің басын кеседі де өздерімен бірге алып кетеді. Кейін батырдың басын Қытай солдаттары Үрімжінің басшысы генерал Люге сыйға тартты. Өз кезегінде генерал Лю қазақтың сағын сындырып енді ешқашан Қытайға қарсы бой көтермесін деген мақсатпен Бөкей батырдың басын Үрімжі көшесіне іліп қояды. Алайда қазақтың батыр жігіттері өздерінің батырының қорланғанына шыдамай, күндердің күнінде жасырын келіп, күзетте тұрған Қытай солдаттарын шауып тастап, Бөкейдің басын алып кетеді. Бөкей батырдың басын кейін оның баласы Рабай Шіңгіл бойындағы Аралтөбе ауылына қарасты Обаты қыстағына жерлейді. Міне осылай қазақ үшін қам жеген қайсар Бөкей батырдың денесі Тибетте, басы Алтайда жерленді. Әрине бұл жағдай өте өкінішті және де менің ойымша мықты дипломаттарды ортаға салып, қазақ елі өзінің Бөкей батырының денесін де басын да елге қайтарып бірге жерлеу керек. Өйткені қазақтың қайсар батырлары жат жерде қорланбауы керек деп санаймын. Бүгін қазақ елі өзінің батырларын ұмытса, ертең халық жалпы батырлық рухтан да айырылуы мүмкін. Сондықтан да Бөкей батырдың денесін де басын да елімізге алып келіп, арулап қайтадан жерлеу керек, ағайын.